Риддерде балалардың қатысуымен жарақаттану оқиғалары жиіленіп кетті. Жазғы демалыс уақытында және әсіресе қазір балабақшалар шектеу шаралары үшін жабылып тұрған кезде ата-аналар балаларды өзінің аталарының және басқа туыстарының қолдауына қаралдырады, ал үлкендіректері өздерімен өздері жүре береді. 29 шілде күні 5 жастағы бала 4-ші қабаттың терезесінен құлап кетті. Дәл сондай оқиға 6 тамызда орын алды. 2017 жылғы қыз көкесімен бірге үйде отырған. Ол көрші бөлмеге аз уақытта шыққанша қыз орындықты терезеге жақындатып үлгерген. Москиттік торға сүйеніп, бала 2-ші қабаттан құлап кеткен. Түрлі жарақатпен қала ауруханасына жеткізілді. Қазір баланың жағдайы тұрақты. Ал 4 тамызда төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасына қалалық ауруханадан жол көлік оқиғасы нәтижесінде бала жарақаттанғаны туралы хабарлама кеп түскен. Баланы машина қағып, алған жарақаттардан ол көз жұмған. Сіздің балаңыздың өмірі мен денсаулығын сақтайтын, әрі осындай қайғылардың алдын алатын ережелерді естеріңізге салғым келеді. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Бала терезе алдына шықпас үшін қасынан орындықты не өзге де жиһаздарды алып тастаңыз. Ешқашан москиттік торға сенбеңіздер. Ол қорғаныш сезімін ғана қалыптастырады. Терезелерді шектеу бекіткіштерімен қоршаңыздар, немесе өрт болған жағдайда ашылатын торды орнатыңыздар.